Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 2021 жылғы Шан-Чи және 10 сақина аңызы фильмінің сюжетін талдаймыз. 1000 жыл бұрын Вен Ву есімді жауынгер 10 сақина тауып алады. Бұл өз иесіне орасан зор күшпен тіпті мәңгілік өмір сыйлайтын сиқырлы қару еді. Вен Ву бұл сақиналарды жақсы істерге жұмсай алар еді, бірақ ол тек бір ғана нәрсені шексіз билікті қалады. Мұндай қарумен ол мүлдем жеңілмейтін болды, және жалғыз өзі тұтас армиялармен соғысты. Ол 10 сақина деп аталатын өз әскерін құрды. Бұл жауынгерлер түрлі патшалықтарды жаулап, билеушілерді тақтан тайдырып, тарих барысын бірнеше рет өзгертті. Көптеген ғасырлар өтті. Вен Ву керемет құдіретті болды, бірақ бәрібір одан да көпті қалады. Ол көптеген мифтік жануарлар өмір сүретін құпия Талло ауылы туралы аңызды біліп, оны іздеуге аттанады. Алайда ол жерге жету өте қиын, өйткені тіпті орманның өзі шақырылмаған қонақтарға шабуыл жасау